Адамдар тек мұсылман болғаны үшін өлтірілген кездері болмады ма? Болды. Я, ондай оқиғалар орын алған. Мен бір имамды білемін. Қай жерден еді? Вьетнамға жақын бір жерді айтқан. Мұсылман қалашығынан. Нақты қай жер екенін ұмытып тұрмын. Сол жақта, субханалла, билігі бар залымдар қатарынан бірнеше ауылдарға күш көрсетуге барады. Осыны айтып тұрған имамның бауыры сол ауылдардың бірінің имамы болған. Жаңағы имамның ауылына залымдар келеді, қолдарында қарулары бар. Ауылды айнала қоршап, имамдарын, шейхтарын кім дейді? Жаңағы имам алдыға қарай шығады. Сөйтіп оның алдына шошқан етін және сыра қояды. Осыны бәрінің көзінше ішіп же дейді. Олар көпшілікке сендердің жалбарынатын құдайларын, адал мен арымды көрсетушілерін бұдан былай еш нәрсені шешпейді. Біздің күш-қуатымыз сендерге дінді үйретушілеріне қалағаныңызды істетуге жетеді дегенді көрсеткісі келді. Бүкіл ауыл абдырап бойларын қорқыныш биледі. Сөйтіп жаңағы бауырымыз имам халыққа бұрылып, Алладан қорқыңдар, адамнан қорқпаңдар дейді. Бүкіл адамның алдында залымдар оның басына антып өлтіреді. Кейін орманның арасына апарып ешкімге белгісіз бір жерге көміп кетеді. Қабір екенін білдіретін ешқандай белгісі де болмайды. Неге ол өлтірілді? Біреулеріңіз шошқанын жей салса да болар еді ғой деуіңіз мүмкін. Бірақ ол бұл ісімен үлкен нәрсені үйретті. Ол, ислам бұл өмірдегі барлық нәрседен мен үшін артық. Бұл дүниеде бірнеше күн артық болуым үшін, «Ля иляха иллалла» сөзіне иманыма кір келтіре алмаймын, олай істей алмаймын дегенді ісімен білдірді. Қалың орманның ортасында белгісіз бір жерге жерленді. Ауыл тұрғындарының бәрі көшіп кеткен, арада бірнеше жылдар өткен. Имамның бауыры оның қабірін іздеп ауылға келеді. Орманның ішінен бауырының қабірін тауып алу қаншалықты мүмкін? Мүмкін емес десек те болады. Алайда ол бауырының қабірін табады. Бұл орманның қақ ортасында. Ағаштар қаумалап өскен, күн сәулесін өткізбейді. Нағыз қою джунгли. Соның арасында 4 бұрышты жерді ағаш жапырақтар жаппаған. Күн сәулесі тік түсіп тұрады. Сол жер бауырының қабірі болып шығады. Дәл сәуле түсіп тұрған жер. Сол жерге қарап кейін мына аят есіне түседі. Алла иман келтіргендердің қорғаушы досы, оларды қараңғылықтардан жарыққа шығарады. Бұл біздің ислам. Кез келген қиыншылыққа, кез келген сәтте иманымызды сақтау үшін дайын болуымыз керек. Исламнан бас тартсаң өмір сүресің, немесе исламды таңдасаң өлесің десе, қайсысын таңдайсың?